автобус ма? КамАЗ. Саған қазір бір артық дыбыстар шығуы мүмкін, бірақ оған максимально мән берме, хорошо? Бүгін біздер бисмилля деп сенің құлағыңа кірісеміз, хорошо? Соңғыда сен маған идея салдың, расымен де бет-жүзің, көзіңмен ғана айналыспай, давай расымен де құлақтарыңа мән бере, хорошо? Ушки. Так, бисмилля. Ең әуелі бізде просто осмотр болсын, иә? Құлақтарыңды қарайық, қандай нәрсе, қай жерде деген сияқты, хорошо? Так, бисмилля. Так, құлақтарыңды қарап жіберейік. Так,
ешкілеріміз жайылып жүр. Солар кішкене шулайды үйге жақындаған кезде. Солардың дыбыстары да бар. Сен сол дыбыстарды естіп жатсаң, онда машалла, онда сенің слух, есту қабілетіңде ешқандай минус жоқ деген сөз. Бүгін сенің құлағыңа андай не істейік, противовоспалительный айтайық, сондай средстволар құямыз. В общем, иншалла